Қайырлы күн достар, сіздермен бірге әдеттегідей мамандық таңдау мектебі және бүгін біз өте маңызды сұраққа жауап берейік деп отырмыз. Яғни грантты жеңіп алу үшін қандай құжаттар тапсыру керек? Негізі бұл сұрақты өте көп оқырмандарымыз комментарийға жазған еді және де сол себепті де бүгін осы сұраққа толықтай жауап беруді жөн санап отыр. Одан бөлек сіздердің қосымша жиі қойған сұрақтарыңызға да жауап берейік деп отыр. Яғни педагогика және де медицина саласында таңдап отырған оқушылар арнайы тестті қалай тапсырады, психологиялық тесттерді қай уақытқа дейін жіберу керек, шығармашылық емтихандар қай уақыт аралығында жүргізіледі, және де 4 мамандықты жазған кезде грант жеңіп алу үшін тағы да қандай ақпараттарға сүйену керек, қандай ақпараттарды ескеру керек деген секілді қосымша сұрақтарға жауап беретін боламыз. Міндетті түрде видеоны қарап, соңына дейін қарап, танысып шығыңыздар. Және де одан бөлек біздің телеграм-канал бар екенін айта кетейін деп отырмын. Яғни оқушыларға өзінің мамандығын таңдауға, университет таңдауына көптеген ақпарат беретін тегін телеграм-каналымыз бар. Міндетті түрде егер де әлі күнге дейін тіркелмеген жандар болса, тіркеліп алыңыздар. Сол жерде өзіңіздің мамандығыңыз туралы толықтай ақпарат аласыздар. Сонымен достар, жалпы грант жеңу үшін грантқа өтініш тастаған кезде қандай документтерді жинауымыз керек, қандай документтерді тапсыруымыз керек деген видеомызды бастаймыз. Негізі оқуға түсетін кезде біз документті 2 рет тапсырамыз. Алғашқысы ол 4 мамандықты жазып, грантқа үміткер болған кезде тапсырылады. Ол осы жылы айтып кеткенде 13 шілде мен 20 шілде аралығында, я. Ал екіншісі уже грант тізімі анықталып, сіздің оқуға түскеніңіз, түспегеніңіз анықталып, қай нақты университетке түскеніңіз анықталғаннан кейін, уже грантқа түскен университетіңізге барып документтеріңізді тапсырасыз. Ол, яғни екінші құжаттарды тапсыру 25 тамызға дейінгі аралықта болады. Бірақ енді мына жерде түсінбестік болмасын, грант тізімі шыққаннан кейін ғана барып, бірден уже сіздер документтеріңізді алып, университетке тапсырсаңыздар болады. Ал ол тапсыру 25 тамызға дейінгі аралық. Енді осы екі кезеңде де қандай құжаттар қажет екенін және де процесс қалай болатынын айтып түсіндірейін. Қараңыздар, сіздер грантқа үміткер болған кезде, 4 мамандықты жазған кезде, ең алғашқы құжаттардың бірі ол берілген үлгідегі бланкке толтырылған өтініш. Ол өтінішті біз қабылдау комиссиясына барған кезде толтырамыз. Екінші қажетті құжат ол сіздің 11 сынып бітіргеніңіздің дәлелдейтін аттестат. Қызыл болсын, көк болсын, жалпы өзіміздің аттестатымыздың түп нұсқасы қажет болады. Келесі қажет құжат енді сіздің ұбт тапсырғаныңыздың дәлелдейтін ұбт сертификаты, яғни балыңыздың сертификаты қажет болады. Одан кейін 3-4 сурет. 6 штугы қажет дейді приемный комиссияға. Бірақ негізі сіздер тек қана 6 штук емес, мүмкіндігінше көп қылып 3-4 суретті шығарып алғаныңыз жөн. Себебі уже екінші құжат тапсыратын кезде, яғни университетке барған кезде сіздерден тағы да 3-4 сурет сұрайды. Ол ID картасы дейді, жатақхана дейді, оңай карта дейді, больница дейді, яғни осындайларға уже 3-4 суреттер көп сұрайтын болғандықтан, бірден суретке түскен кезде кем дегенде бір 20 шақтысын түсіріп алыңыз. Сол сурет сосын сіздің 4 жыл студенттік кезіңізге жарайды. Одан кейін алаңдамай жүресіздер. Енді бастысы міндетті түрде 3-4 суретке түскен кезде барынша әдемі түсіңіздер, себебі ол енді 4 жыл бойы ID картаңызда сол сурет тұрған соң, басқа да карталарыңызда тұрған соң, онша емес болса, көңіл күйіміз түсуі мүмкін, сол себепті де әдемі болып 3-4 суретке түсіп аламыз. Ал алғашқы документ тапсырған кезде сол 3-4 суреттің 6 штугын өзімізбен бірге алып барамыз. Қажетті құжаттардың тағы біреуі сіздің жеке куәлігіңіздің көшірмесі, ол өте маңызды. Одан кейін 086 справкасы мен 063 прививочный картасы қажет болады. 086-ны барлықтарыңыз білесіздер деген ойдамын, ал 063 прививочный картасы ол сіздің туылғаннан бері осы күнге дейін қандай прививка алдыңыз, қандай вакцина алғаныңызды жалпы көрсететін карта. Ол жалпы екі документті де 063 болсын, 086 туралы хабарыңыз болмаса, жай ғана ата-анаңыздан сұрасаңыздар болады, ол кісілер біледі. И сол документті өзімізбен бірге алып жүру қажет болады. Одан кейін егер де сіз алтын белгі болсаңыз, халықаралық немесе республикалық олимпиадалардың жүлдегері болсаңыз, міндетті түрде сол дипломдарыңызды да алып барғаныңыз жөн. Мысалға алтын белгі аса қатты бір рөл ойнамайды, бірақ соның өзінде де қосымша документ ретінде алып барғаныңыз дұрыс болады. Ары қарай белгілі бір жеңілдіктер болса, яғни льготалар болса, мүгедектік бірінші, екінші деңгейлі, немесе ата-анаңыздан айырылған болсаңыз, бір мүшесіне немесе екі мүшесіне, сол факттарды дәлелдейтін құжаттар қажет болады, және де сол құжаттарды міндетті түрде нотариустан бекітіп, печатын бастырып апару қажет болады. Жалпы негізі 4 мамандықты жазып грантқа үміткер болған кездегі қажетті документ осы ғана. Бұдан аса қатты документтер қажеті жоқ. Бастысы осы документтерді алып барсаңыз болғаны. Енді документ тапсырудың өзін айтып кетейік. Екі түрде тапсыруға болады, онлайн форматында және офлайн форматында. Онлайн форматында осы документтердің барлығын сканерлеп,
егов порталы арқылы сіз 4 мамандығыңызды, университетіңізді белгілеп барлығын жіберсеңіз болады. Яғни грантқа үміткер ретінде солай документіңізді жіберсеңіз болады. Немесе сіздің регионыңыздағы, қалаңыздағы приемная комиссиясы бар университетке документтеріңізді тапсырсаңыз болады. Яғни ол уже офлайн форматында документтеріңіздің барлығын құшақтап алып, бірден приемная комиссиясы бар жерге тапсырасыздар. Сол жерде өтініштеріңізді жазып, ары қарай күту ғана қалады. Бірақ енді осы жерде айта кететін тағы да бір ақпарат, егер де офлайн форматында приемная комиссияға тапсыратын болсаңыздар, қосымша файл, яғни документтер шашылып қалмас үшін файл, немесе дело деген бір қағаз бар ғой, сол қағазды алып барған жөн. Себебі приемная комиссияда или файл сұрайды, или делоны сұрайды. Себебі документтер әр жерде қалып қоймас үшін, шашылып кетпес үшін, барлығын бір жерде жинақтау үшін приемная комиссия көбіне осы жалпы файлдарды сұрап жатады. Сол үшін міндетті түрде ол 5-10 теңге ғана тұрады, соны сатып алғандарыңыз жөн деп айтамын. Қосымша университетке тапсыратын болсаңыздар, сіздер онлайн форматында, яғни Zoom бағдарламасы арқылы звонок ретінде тапсырсаңыздар да болады. Яғни құжаттарыңызды жіберіп, тікелей приемная комиссиясының мамандарымен сөйлесіп, видеозвонок арқылы да тапсыруға мүмкіншілік бар. Енді ол уже сіздің өз еркіңіз, қалай тапсырғаныңыз, ол егов порталы арқылы болсын, университетке барып, офлайн болсын, университеттің өзіне офлайн емес онлайн Zoom бағдарламасы арқылы болсын, ол уже сізге қалай ыңғайлы, бару ыңғайлы болуы мүмкін, бармау ыңғайлы болуы мүмкін, соған байланысты өздеріңіз тапсыра берсеңіздер болады. Енді осы тақырыптан бөлек, енді білесіздер, бізде комментарияда жиі қойып жүрген сұрақтар бар, сол жиі қойып жүрген сұрақтарға жауап берейік. Негізі ол сұрақтардың жауабын көп жерде айта бермейді. Әлеуметтік желіде болсын, немесе басқа жерлерде қарауға, танысуға мүмкіншілік болмайды. Сол себептен видеоны міндетті түрде ары қарай соңына дейін көріңіздер. Окей? Кеттік. Комментарияға жиі келген сұрақтардың бірі педагогика саласындағы мамандықты таңдап отырған және де медицина саласында мамандықты таңдап отырған оқушылардан болды. Жалпы осы екі мамандықты таңдаған кезде арнайы тест тапсыратынын айттық, иә, психологиялық немесе психометриялық. Енді осы тестті қалай тапсырамын, қашанға дейін тапсыру керек, қиын бола ма, не істеуім керек, қақтан аламын деген секілді сұрақтар өте көп болып кетті. Сол бойынша енді айтайық. Біріншіден, ол тест қиын емес, ол жеңіл тест. Яғни сіздің педагог маман иесі немесе медицина саласында маман иесі болуыңызға дайынсыз ба, психологиялық тұрғыдан дайын бекеніңізді кішігірім анықтайтын тест. Ол өте қатты қиын емес, я жоқ деген секілді жауап беру ғана қажет болады. Және де оны енді қайдан аламыз? Қараңыздар, егер де сіздер пед таңдасаңыздар, пед мамандығын оқытатын кез келген университетке, егер де мед таңдасаңыз, медицина мамандығын оқытатын кез келген университеттің сайтына кіріп, сайттың ішінде арнайы батырма болады, арнайы тест деген, сол тесттің батырмасына басқаннан кейін сол жерде жалпы тест тұрады. Сол тестті жүктеп алып, орындап, сосын қайтып жіберу қажет болады. Сосын олар тексергеннен кейін сіздің фамилия, аты жөніңіз жазылып тұрады да, печать басып, осы тесттен өтті деген кішігірім справка береді. Сосын сол справка арқылы кез келген уже оқуға түскеннен кейін сол справкаңызды апарып уже оқи берсеңіз болады. Енді қараңыздар, енді мұндай сұрақ туындайды. Егер де мен пед мамандығында да бірінші жазым келіп отыр, екіншісіне медицина мамандығын жазым келіп отыр. Ол кезде не жасаймын деген? Ол кезде екі тестті де өтесіз, екі тест бойынша справкаңызды аласыз, и все, болды, ары қарай уайымдаудың қажет жоқ. Келесі сұрақтардың бірі, көбіне оқушылар уайымдап қойған сұрақтардың бірі десек те болады. Апай, осы жылы грантқа түсуінде стипендия берілмейді деп жатыр ғой деген секілді сообщениелер өте көп келді. Негізі бұл сыбыстың естілуі, жалпы бұндай сыбыс шығуына да кішігірім ақпараттар болды. Ол қаңтар айында жалпы білім ғылым министрлігінің тікелей сайтында грантты жалпы 5 түрге бөлгенін айтқан болатын. Және де ол жерде талап, қамқор деген секілді гранттардың атын қойды. Бұл жерде гранттарды не үшін бүйтіп атын атап, түстеп 5-ке бөлді. Жалпы білім ғылым министрлігінің жаңа жобасы бойынша гранттардың түрлері өзгерген болатын. Мысалға, біріншісі былай болды. Егер де оқушы 130-дан жоғары балл алса, ол кезде ол грантқа түседі, плюс қосымша стипендиясын алады, плюс жолақысын алады деген. Егер де ол 130-дан төмен, бірақ 90-ға дейінгі аралықта, яғни 90-нан жоғары, 130-дан төмен, 129 аралығында балл алса, ол кезде грантқа түседі, стипендиясын алады, бірақ жолақысын алмайды деген кішігірім ұсыныс айтты. Одан кейін тағы бір гранттың түрі болды. Яғни ол грант бойынша 90-нан төмен алған оқушылар грантқа түседі, бірақ стипендия алмайды деген ұсыныс айтқан болатын. Яғни сөйтіп гранттардың түрлерін жалпы өстіп бірнеше типқа бөлді.
соған байланысты да жалпы стипендия алмай қалуымыз мүмкін ау деген секілді сыбыстардың шыққаны рас. Бірақ ол жаңа жоба болған соң оған қол қойылып, печать бастырылып, жалпы ол шешім әлі нақты қабылданған жоқ. Сол себепті де осы жылғы түлектер мүлдем уайымдамасаңыздар болады. Сіздер кәдімгідей осы жылы егер де грантқа түссеңіздер, 60 балмен түссеңіздер, 130 балмен түссеңіздер, 90 балмен түссеңіздер, сіздер грантқа түссеңіздер, сіздер стипендияны да аласыздар, жол ақысын да аласыздар. Сол себепті де бұл сұрақ бойынша мүлдем уайымдамасаңыздар болады. Бұрынғыдай, егер де сіз грант ұтып алсаңыздар, стипендияны да басқасын да аласыздар. Келесі сұрақ, жалпы грантқа түскеннен кейін біз оны 3 жыл бойы ары қарай сол мамандықпен бойынша жұмыс жасауымыз қажет па деген секілді сұрақ. Негізі осы жылдың жаңа заңдарының бірі, егер де сіздер грантқа түссеңіздер, бітіргеннен кейін сіз өзіңіздің мамандығыңыз бойынша жұмыс жасауыңыз қажет 3 жыл бойы. Бірақ ол міндетті түрде мемлекеттік органға емес, кез келген жеке кәсіп орталығы болсын, кез келген жерге өзіңіздің мамандығыңызбен 3 жыл жұмыс жасасаңыз жеткілікті. Бұл бойынша да уайымдаудың қажет жоқ деп ойлаймын. Ары қарай сұрақтардың бірі, не себепті белгілі бір университетте мысалға 110 мен грантқа түседі, ең төменгісі 110 мен түсті, бірақ дәл сол мамандық, бірақ басқа университетте 89 балмен түсіп жатыр деген секілді сұрақтар болады. Бұл жерде енді гранттың түріне байланысты. Бізде жалпы грант бар, жалпы гранттан бөлек қосымша мақсатты грант деген болады. Одан бөлек серпін деген секілді бағдарламалар болады. Сол себепті де гранттардың түрлері осындай басқаша болғандықтан шектік балдармен бізде қателесіп жатамыз. Егер де мысалға жалпы грантпен белгілі бір мамандыққа өткен жылы ең минимумы 110 мен түссе, бірақ дәл сол мамандыққа егер де мақсатты грант бөлінсе, мақсатты гранттың шектік балы сәл төмендеу болуы мүмкін, немесе сәл көтерілуі мүмкін. Яғни мақсатты грант дегеніміз белгілі бір университетке белгілі бір мамандық бойынша берілетін грант. Мысалға жаңағыдай айтып кеткенде IT мамандығын қарайтын болсақ, IT мамандығына өткен жылы Мойт университетіне, яғни халықаралық IT университетіне қателеспесем 700-800 грант бөлінді. Және де ол тек қана мақсатты грант болды, тек қана Мойт университетіне, тек қана IT мамандығына берілген грант. Және де оның шектік балы жалпы гранттан сәл айырмашылық бар. Яғни айтып кеткенде егер де 110 мен казнуға дәл сол мамандыққа түссе, ал мақсатты грантпен дәл сол мамандыққа ең азы 98 мен түсті. Сол себепті де осындай айырмашылық болып жатыр. Егер де сіздер мақсатты грант бойынша оқуға түскім келеді деген секілді ынтаңыз болса, онда айтылатын нәрсе, біріншіден сіздің таңдап отырған мамандығыңыз бойынша мақсатты грант бөлінді ме, және де ол қай университетке бөлінгенін білу керек. Одан кейін егер де сіз соны жазыңыз келсе, жалпы 4 мамандықты жазған кезде мақсатты гранттың мамандығы мен университетін бірінші жазасыз. Екіншісіне дәл сол мамандықты уже жалпы грант бойынша жазасыз. Яғни сіз бір мамандықты 2 рет жаза аласыз, тек қана мақсатты грантты бірінші жазып, екінші жалпы грантты жазсаңыздар. Ал егер де сіз тек қана жалпы грант бойынша өзіңіздің бағыңызды сынап жатсаңыз, ол кезде бірінші мамандықта жалпы грант бойынша бір мамандық, бір университет, одан кейін екінші мамандықты, басқа мамандықты, одан кейін үшінші мамандықты, одан кейін төртінші мамандықты жазу керек. Өткен видеода айтқандағыдай, егер де сіздер жалпы грант бойынша бағыңызды сынап жатсаңыз, бір мамандықты 4 рет жазудың қажет жоқ. 4 рет жазып, 4 түрлі университетті жазудың қажет жоқ. Себебі жалпы грантта ол университетке емес, ол мамандыққа бөлінеді. Сол себепті де сіз оны 4 рет жазғанмен де сізде мүмкіншілік бір-ақ рет болады. Сол себепті де таңдап отырған бірінші мамандығыңыз бір университет, екінші мамандығыңыз басқа университет. Одан кейін тағы да мындай сұрақ болады. Егер де мен 4 мамандықты таңдап отырмын, сол 4 мамандықты бір университетке жазсам болады ма деген секілді сұрақ болады. Қараңыздар, егер де сіздің 4 мамандығыңызды бір университетте барлығын оқытса, онда жаза беріңіз, без проблем. Егер де оқытпаса, онда мысалға тек қана таңдап отырған бір мамандығыңызды ғана белгілі бір университетте оқыса, оны жазасыз. Екінші мамандығыңызды қай университетте оқытады, соны жазуыңыз керек болады. Қайтадан мен өзімді мысалға келтірейін, сіздер түсіну үшін, қараңыздар. Менің кезімде сәл мамандықтар өзгешелеу болды енді, бірақ сонда да қараңыздар, мен біріншісіне органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығын жазымда Қазақ ұлттық университеті оқытты Казнуда. Екіншісіне бейорганикалық заттардың химиялық технологиясын Казгуда оқытты. Мен жаздым. Бірақ одан кейін СЭС мамандығын және де азық-түлік технологиясы деген секілді мамандықтарды Казнуда оқытпады. Сол себепті де мен сол мамандықтарды таңдап отырып, 3-ші мен 4-шіге. Бірақ сол мамандықтар қай жерде оқытады деген сұрақ қойды. Сол сұрақты қою арқылы университетті жазып, уже 3-ші, 4-ші мамандық бойынша нақты сол мамандықты оқытатын университетті жаздық. Сол себепті де қате түсінбеңіздер, яғни егер де сіздер 4 мамандықты таңдап отырсаңыздар, 4 мамандығыңыздың барлығын бір университетте жазса, жалпы оқытса, және де сол университетке сіз түскіңіз келсе, без проблем жаза берсеңіздер болады. Ал егер де оқытпаса, мысалға екеуін бір университетке, екеуін басқа университетке, немесе төртеуін 4 түрлі университетке де жазуға болады.
түсінікті деп ойлаймын, иә. Бірақ бұл жердегі айта кететін нәрсе, мен жаңа мысалға келтірген органикалық заттар, бейорганикалық заттар мамандығы қазіргі таңда білім беру бағдарламасы бойынша общий қосылып кетті да. Сол себепті де менің мысалым бойынша жазып жүрмеңіздер, ол просто мысал ретінде айтқан. Сосын тағы айта кететін нәрсе, қазір білім беру бағдарламасы бар, яғни сіздер 4 мамандықты жазған кезде 4 білім беру бағдарламасын жазасыз ғой, сол 4 білім беру бағдарламасын жаздыңыз, сосын белгілі бір білім беру бағдарламасы бойынша грантқа түстіңіз делік. Енді қараңыздар, белгілі бір білім беру бағдарламасының ішінде де бірнеше мамандықтар бар. 4-5 мамандықтар болуы мүмкін. Сіздер университетке түскеннен кейін сол 4-5 мамандықтың нақты қай мамандығы бойынша оқитыныңызды анықтайсыз. Егер де мысалға сіз география, математика таңдап, менеджмент және басқару білім беру бағдарламасы бойынша грантқа түссеңіз, сіз грантқа түскеннен кейін нақты соның ішіндегі қай мамандық бойынша оқимын деген сұраққа жауап беруіңіз керек. Өйткені университетке барған кезде бұл білім беру бағдарламасы бойынша 10 мамандық бар ғой. Сол 10 мамандықтың ол менеджмент болуы мүмкін, ол экономика болуы мүмкін, ішіндегі басқа бір мамандық болуы мүмкін. Соның біреуін таңдап аласыз да, сосын барып уже университетке айтып, мен нақты осы мамандық бойынша оқимын деп уже шешім қабылдайсыздар. Себебі не себепті мен бұны айтып жатырмын? Көптеген приемный комиссиядағы университеттегі мамандармен сөйлескен кезде оқушылар грантқа түсерін түсіп алады да, бірақ ары қарай қай мамандыққа оқитынын білмей жатады, ол туралы хабары болмай жатады дейді. Сол себепті де міндетті түрде сіздер уже университетке барғаннан кейін білім беру бағдарламасының қай мамандығы бойынша оқитыныңызды анықтап алыңыздар. Окей? Түсінікті деп ойлаймын, иә. Және соңғы сұрақ шығармашылық емтихан бойынша. Көбілер осы түсінбей жатады, шығармашылық емтихан қалай болады, университетке барып тапсырамыз ба деген, иә. Бірінші датасын айтып алайық. Шығармашылық емтихан осы айдың, яғни қазір маусым айы, иә. Маусым айының 20-сынан 7 шілдеге дейін шығармашылық емтихан тапсыруға өтініш қабылдау болады. Яғни егер де сіз шығармашылық емтиханды тапсыратын болсаңыз, мысалға режиссер мамандығын таңдасаңыз, немесе дизайнер мамандығын таңдасаңыз, сондай мамандықтарды, немесе өнер саласына белгілі мамандықты таңдасаңыз, сіз 20 маусым мен 7 шілде аралығында өтініш жіберуіңіз керек. Университет нақты қай шығармашылық университетті таңдап отырсыз. Мысалға ол Жүргенов болуы мүмкін. Егер де сіз журналист болсаңыз, ол Қазақ ұлттық университеті немесе Абай атындағы педуниверситет, яғни соның барлығын біліп аламыз. Өтінішті тапсырамыз. Одан кейін, осы өтініш қабылданғаннан кейін 8 шілде мен 13 шілде аралығында шығармашылық емтихан аралығы болады. Негізі шығармашылық емтихан 2 этаптан жүреді. Яғни 2 шығармашылық емтихан тапсырасыз. Ол екеуі екі түрлі болуы мүмкін. Ол сіздің мамандығыңызға байланысты. Мүмкін егер де сіз журналист мамандығын таңдасаңыз, біріншісінде эссе, яғни шығарма жазып, екіншісінде собеседование болуы мүмкін деген секілді нәрсе бар да. Сол себепті біз нақты қай мамандықты таңдадыңыз, сол таңдаған мамандығыңыз бойынша, таңдаған университетіңіз бойынша, сол университеттің ішіне кіріп, шығармашылық емтихан деген бағытына кіріп, сол жерде қалай болатын, не сұралатын білу қажет. Ол жерде сайтта уже барлығы тұр. Егер де сіздер көздеріңізді ашып кәдімгідей зерттеп қарасаңыздар, ол жерде тұр. Егер де қосымша сұрақтарыңыз болса, приемный комиссияға звондап хабарласуға да болады. Түсінікті деп ойлаймын, иә. Және де міндетті түрде өтініш қабылдау уақытын ұмытып кетпеңіздер. Және де шығармашылық емтихан нақты бір университетте болады. Айтып кеткенде, егер де сіз дәстүрлі ән мамандығы бойынша өзіңіздің бағыңызды сынап шығармашылық емтихан тапсырып жатсаңыз, ол кезде Жүргенов университетін таңдасаңыз, сіз Жүргенов университетіне тікелей онлайн немесе офлайн форматында емтихан тапсырасыз. Нақты тек қана бір университетке ғана болады. Ол басқа мамандық секілді, басқа оқушылар секілді 4 университетті таңдап жүрмейсіздер. Тек қана сіздер бір университетке барып кәдімгідей тапсырасыздар. Ол офлайн режимде болуы мүмкін, немесе онлайн режимде Zoom арқылы, немесе видеозвонок арқылы тапсыруы мүмкін. Ол туралы, әр шығармашылық емтихан туралы сіздер әрбір университеттен нақты сұрауларыңыз қажет болады. Өйткені әрқайсысында сәл өзгешеліктер болады. Мамандыққа байланысты сәл өзгешеліктер болады. Оның барлығын мен айтып мына жерде жеткізіп отырсам, ұзақ видео болады да. Сол себепті де қысқаша осындай болды. Түсінікті деп ойлаймын, иә. Что-то менің видеом бүгін Ұрысқақ апай секілді түсіріліп жатыр. Жалпы түсіндіңіздер деп ойлаймын, иә. Осындай үнемі жиі қойылып жүрген сұрақтарға жауап бердік. Барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Қосымша сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер. Біз оны тағы да түсіріп, сіздерге сұрақтарыңызға жауап беретін боламыз. Достар, сіздермен әдеттегідей болған мамандық таңдау мектебі. Мен Санель. Видео ұнаса міндетті түрде лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, және де міндетті түрде 11 сыныптың оқушыларымен бөлісуді ұмытпаңыздар. Класстастарыңыз, достарыңыз, іні қарындастарыңыз, аға әпкелеріңіздің барлығымен бөлісуді ұмытпаңыздар. Және де қосымша айта кететін нәрсе, біздің Telegram каналды ұмытпай тіркеліп алыңыздар. Ол жерде әрбір мамандық туралы, әрбір университет туралы, жалпы қалай дайындалу керек туралы барлық ақпараттарды біз уже беріп қойдық. Ол тегін, жай ғана кіріп көру керек болады. Сонымен достар, сіздерге видео ұнады деп ойлаймын.
барынша сіздерге жеткізуге тырыстым. Міндетті түрде лайк басып қолдап жіберіңіздер. Сіздер қаншалықты бізге қолдау көрсетсеңіздер, ары қарай видеоны түсіруге жалпы мотивация пайда болады, кішігірім шығармашылық энергия пайда болады. Сол себепті де міндетті түрде қолдауларыңыз қажет. Сау, саламат болыңыздар.